Ерекше дәмді ұйғыр мантының рецебімен бөлісетін боламын. Видеоны соңына дейін көріңіздер. Егер маған тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп кетіңіздер. Лайк басып отырыңыздар, комментарий жазып отырыңыздар. Бізге керекті заттар ұн, су, тұз, жұмыртқа, грамм-граммен жасайтын боламыз. Граммдарын описание жазып кететін боламын. Салқын суымызға тұзымызды салып жақсылап араластырып аламыз. Шұңғылдау ыдысқа ұнымызды саламыз. Ұнымыздың ортасын ашып, жұмыртқамызды саламыз. Жұмыртқамызды салғаннан кейін тұз суымызды мен түгел құя саламын. Себебі мен грамм-граммен жасап жатырмын. Менің қамырым жұп-жұмсақ болып қалмайды, или қап-қатты болып қалмайды. Егер менің грамм-граммен мен сияқты жасасаңыздар, суды бірден құя салсаңыздар болады. Міне осындай қаттырақ қамыр болады. Осы қамырымызды пакетке кигізіп 15-20 минутқа салып қоямыз. Біздің қамырымыз тыңғанша. 15-20 минуттан кейін аламыз да қайтадан қамырымызды бір рет басамыз. Егін қандырып басқаннан кейін тағы да пакетке салып қоямыз. Біздің қамырымыз пакетке тұрған сайын жұмсара береді. Пакетке көп қоюға болмайды. Екінші рет басқаннан кейін бір 7-8 минутқа қоямыз. 7-8 минуттан кейін аламыз да тағы да бір рет жақсылап егін қандырып басамыз да содан кейін барып бір 5 минутқа қойып қоямыз. Біздің қамырымыз бағана айта кеткендей пакетке салған сайын жұмсара береді. Егі біздің қамырымыздың жақсы қану керек, себебі қамырмен жұмыс жасаймыз. Қамырымызды басқаннан кейін пакетке 5 минутқа тағы да салып қоямыз. Ішіндегі салмасын жасаймыз. Менде фаршым қойдікі болғандықтан менің фаршым майлы, сондықтан ешқандай май қоспаймын. Менің пиязым теркадан өтілген. Біздің балалар мантының ішінде пияз болғанын қаламайды, жақсы көрмейді. Сол себептен мен теркадан өткізіп аламын. Сол кезде менің пияздарым мүлдем бүлінбей кетеді. Мен құры фаршпен болған мантыны жақсы көрмеймін. Сол себептен мен кішігірім картошка қосамын. Ол қалауларыңызбен қоспай қойсаңыздар да болады. Құры етпен жақсы көрсеңіздер, құры етпен жасай берсеңіздер болады. Тұз, бұрыш татымына қарай саламын да жақсылап араластырып аламын. Фаршымызға су қоспаймыз, себебі біздің пиязымыздың да, картошкамыздың да суы бөлініп шығады фаршымызға. Фаршымыздың да кішкене суы бөлінеді. Сол себептен су қоспаймыз. Егер су қоссаңыздар, сіздердің мантілеріңіздің асты бұлжырап кетуі мүмкін. Су көп болғандықтан. Менің бағана айтқандай, менің фаршым майлы, сол себептен ешқандай май қоспаймын. Егер де сіздер құры сиырдың фаршынан жасасаңыздар, құйрық май, сондай тоң май болса да, сұйық май болса да қосып жіберсеңіздер, мантілеріңіз дәмдірек болады. Мантілерімізді түйіп бастаймыз. Қамырымыз жақсы тыңдық. Енді қамырымызды 4 бөлшекке бөліп аламыз. Тура видеодағында бөлген бөлшектерімізді біздің мантілеріміздің көлемінде қылып бөліп аламыз. Мен мантілерім көлемі үлкен болады. Сол себептен мен үлкенірек қылып бөліп алдым. Егер де сіздер мантілеріңіздің көлемі кішірек болғанын қаласаңыздар, онда мен бөлген бөлшектен тағы да бір рет ортасынан бөліп аласыздар. Сол кезде сіздердің мантілеріңіздің көлемі кішігірім болады. Мен жайған қамырымның қалыңдығы орташа. Егер де жұқа болғанын қаласаңыздар, жұқа қылып жаюға болады. Ортасына салмасын салып, тура видеодағындай өріп шығамыз. 3-4 рет көрсететін боламын, қалай түйуге болатынын. Видеоны мұқият қарап отырсаңыздар, өте түсінікті деген ойдамын сіздерге.
Газда қайнап тұрған суымыздың үстіне түйілген мантылерімізді қойып 45 минут пісіріп аламыз. Мантылеріміз дайын болды. Сіздерге ұнады деген ойдамын. Менімен бірге болғандарыңыз үшін рахмет. Сіздермен бірге болған Алима Жарқынбекқызы.